Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі видеода сіздер өздеріңіздің логикалық ойлау қабілеттеріңізді дамытатындай тапсырмалармен таныса аласыздар. Бірден бастап 10-ға дейінгі сандармен нөмірленген фишкалардан құралған үшбұрыштың үшкіл төбесін төмен қаратып, табанын жоғары қаратып, қалай төңкеріп қоюға болады? Ойлануға шамалы секунд берейін. Ойланып болсаңыз, өзіңіздің жауабыңызды мен ұсынатын әдіспен салыстырып көріңіз. Берілген ой-жұмбақты шешу үшін біз 3 қадам жасасақ болды. Бірінші нөмірлі фишканы екінші нөмірлі фишканың қасына әкеп қоясыз. Екінші, 10-шы нөмірлі фишканы 3-ші нөмірлі фишканың қасына әкеп қоясыз. Үшінші, 7-ші нөмірлі фишканы 8 бен 9-дың төменгі жағына қоясыз. Сонда үшбұрыштың үшкіл төбесі төмен қарап, табаны жоғары қараған күйде орналасады. Яғни үшбұрышымыз төңкерілген жағдайға келді. Мына берілген күлтешелер арқылы 3 ромашканы қалай құрастыруға болады? Шамалы ойлануға біраз уақыт берейін. Ойланып болсаңыз, өзіңіздің жауабыңызды мен ұсынатын жауаппен салыстырып көріңіз. Бірінші ромашка, мынау екінші ромашка, мына тұрғаныңыз 3-ші ромашка. Сонда берілген күлтешелерден толық 3 ромашка құрастыруға болады екен. Өздеріңіз суреттен көріп тұрғандай, төртбұрышты мына таблоның оң жағында 4 қара фишка, сол жағында 4 ақ фишка орналасқан. Тапсырма. Осы 4 қара фишканы қалайша оң жаққа, 4 ақ фишканы қалайша еш бірінен бірін аттаттырмай оң жаққа орналастыруға болады? Ойлануға шамалы секунд берейін. Ойланып болсаңыз, өзіңіздің жауабыңызды мен ұсынатын жауаппен салыстырып көреміз. Бірінші, мына ойыққа 1 қара фишканы апарып қоясыз. Сосын 4 ақ фишканы оң жаққа қарай көшіресіз. Сосын қара фишканы сол жаққа апарып қоясыз. Қайтадан 4 ақ фишканы сол жаққа апарасыз. Осы қадамды бірнеше рет қайталайсыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, ақ фишкалар мен қара фишкалардың орны ауысты. Ақ фишкалар бастапқыда сол жақта тұрып еді, оң жаққа барып орналасты.
қара фишкалар оң жақта тұрып еді, сол жаққа барып орналасты. Келесі тапсырма. Мына бірінші сызбада көріп тұрғандарыңыздай, квадрат 7 бөлікке бөлінген. Осы квадраттың 7 бөлігін пайдаланып, тең бүйірлі трапеция құрастырып көріңіз. Шамалы ойланып көрейік. Ойланып болсаңыз, өзіңіздің жауабыңызды біз ұсынатын жауаппен салыстырып көріңіз. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай, жаңағы квадраттың 7 бөлігінен тең бүйірлі трапеция құрастырдық. Келесі тапсырма. Көк түсті шаршыда бірнеше бөлікке бөлінген, яғни 7 бөлікке. Осы шаршыдан қалайша тең бүйірлі үшбұрыш құрастыруға болады? Аздап ойланып көріңіз. Ойланып болсаңыз, өзіңіздің жауабыңызды біз ұсынатын жауаппен салыстырып көріңіз. Мінекей, 7 бөлікке бөлінген көк түсті квадраттан тең бүйірлі үшбұрыш құрастырдық. Келесі тапсырма магиялық квадрат деп аталады. 1-ден бастап 9-ға дейінгі сандарды 9 бөлікке бөлінген квадраттың тор көздерінің ішіне орналастырыңыз. Сонда ол сандардың қосындысы тігінен, көлдеңінен, қиғашынан 15-ке тең болатын болсын. Қане, шамалы ойланып көріңіз. Ойланып болсаңыз, өзіңіздің жауабыңызды біз ұсынатын жауаппен салыстырып көріңіз. Бұл тапсырманы былайша орындауға болады. Ең бірінші, тура ортадағы шаршыға 5 санын қойыңыз. Одан кейін қиғашынан қосындысы 15-ке тең болатындай, 15-тен 5-ті алып тастасаңыз, 10 болады. Енді нешеге қосқан кезде 10 шығатын қарастырыңыз. Енді мына жерге 8-ді, нараға 2-ні қойайық. Келесі, мына қиғашынан орналасқан бөлігін сандармен толықтырайық. 6, мына жерге 4-ті қоямыз. Мінекей, одан кейін екеуін қосып, 4 пен 2-ні 15-тен алсаңыз, 4 пен 2-ні қоссаңыз 6, екеуінің қосындысын 15-тен алсаңыз 9. Ендеше мына жерге 9-ды қоясыз. Келесі, сол сияқты 6-ға 8-ді қоссаңыз 14, 14-ке 1-ді қоссаңыз 15. Енді әрі қарай мына жердегі бос тор көздерді солай толықтырамыз. 6-ға 2-ні қосасыз 8, 15-тен 8-ді аласыз, 7 қалады екен. Мына 3 осы жерге орналасады. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай, тігінен де, көлдеңінен де, қиғашынан да сандардың қосындысы 15. Өздеріңіз көріп тұрғандай, шырпылардың сынықтарынан қолмен қозғамай, қалайша жұлдызша құрастыруға болады. Шамалы ойланып көрейік.
ойланып болсаңыздар, өздеріңіздің жауаптарыңызды видеодағы жауаппен салыстырып көріңіз. Суретте өздеріңіз көріп отырғандай, мына ойық дөңгелектің ішінен көк дөңгелекті қалай өткізуге болады. Қарап отырсаңыздар, ойық дөңгелектің диаметрі мен көк дөңгелектің диаметрінде айырмашылық бар. Яғни көк дөңгелектің диаметрі ойық дөңгелектің диаметріне қарағанда үлкен. Осы тапсырманы қандай логикалық лайфхакты қолданып шешуге болады? Ойлануға шамалы секунд берейін. Ойланып болсаңыздар, өздеріңіздің лайфхактарыңызды мен көрсететін лайфхакпен салыстырып көріңіз. Ол үшін ойық дөңгелекті екіге бүктеп, оның арасына көк дөңгелекті саласыз да, екі саусағыңызбен көк дөңгелекті тіреп тұрып, бүктелген ойық дөңгелектің екі жағынан ақырындап майыстырып, екі жаққа қарай жыртылмайтындай көк дөңгелекті итеріп, жаңағы тар ойықтан көк дөңгелекті өткізуге болады екен. Сонда міне өздеріңіз көріп тұрғандай, ақ қағазымыздың ешқандай жері жыртылмай, осы неден үлкен, ойықтан үлкен көк дөңгелегіміз ойықтан емін-еркін өтеді екен. Өздеріңіз көріп тұрғандай, менің қолымдағы шайдың қорабын тік бұрышты параллелепипедтің мысалы ретінде қарастыруға болады. Сіздерге қазір мен осы тік бұрышты параллелепипедтің саусағыммен көрсетіп тұрған екі нүктесінің арасын қосатын кесіндісінің ұзындығын ішінде жатқан қалай өлшеуге болатындығы жөнінде бір лайфхакты көрсете кетейін. Ол жаңағы ол екі нүктені қосатын кесіндіні мінекей мына модельде көріп тұрсыздар, тік бұрышты параллелепипедтің диагоналы деп атайды. Осы диагоналы ішінде жатқандықтан бізге сызғышпен оның ұзындығын өлшей алмаймыз. Бірақ та қазір сіздерге сызғышты қолданып қалай өлшеуге болатындығы жөнінде бір лайфхакты көрсетеміз. Ол үшін мінекей партаның оң жағына шетінен бастап қорапты орналастырамыз да, мінекей жиегімен сәйкес келу керек. Борды алып, саусағыммен көрсетіп тұрған нүктеден бастап, партаның алдыңғы жағынан белгілеп аламыз. Одан кейін қорап жаңағы параллелепипедімізді немесе шайдың қорабын солға қарай жылжытып, жаңағы мен саусағыммен көрсетіп тұрған жасыл нүктесі деп қарастыратын болсақ нүктені сызықшамен сәйкес келетін жағдайда орналастырдық. Енді мен саусағыммен көрсетіп тұрған мынау ақ нүктені күлгін түсті нүктенің ретінде, ал екінші саусағыммен көрсетіп тұрған партаның бетінің бұрышының төбесін жасыл түсті нүкте ретінде қарастырып, сызғыш арқылы осы екеуінің арақашықтығын өлшейтін болсақ, бізге қажетті жаңағы көрінбейтін ішінде жатқан диагоналдың ұзындығын өлшеуге болады. Ол мінекей өздеріңіздің алдында тұр. Осылай, міне осы әдіспен біз
мына параллель беттің ішінде жатқан көзімізге көрінбейтін мына диагоналының ұзындығын өлшей алады екенбіз. Келесі тапсырма. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай, санды өрнектердің сол жағында тұрған сандарға қандай заңдылықтарды қолданғанда оң жағындағы сандар шыққан. Өзіңіздің қырағылығыңызды байқап көріңіз. Кәне кеттік. Жауабын тапсаңыз, өзіңіздің жауабыңызды видеодағы жауаппен салыстырып көріңіз. 2 жерде 2, 4 жазып қоямыз. 5 жерде 5-ім 25, 4-тен кейін тіркеп жазамыз. Осы заңдылықты төмендегі келесі салынды өрнектерге де қолданамыз. 7 жерде 7-ім 49, 8 жерде 8-ім 64. Тіркеп жазамыз. 3 жерде 3-ім 9, 2 жерде 2-ім 4. Жоғарыдағы заңдылықтарды 43-ке қолданып, сұрақ белгісінің орындағы санды табамыз. 4 жерде 4-ім 16, 3 жерде 3-ім 9. Сонда сұрақ белгісінің орнында 169 тұр екен. Міне осылайша осы тапсырма арқылы өзіңіздің қырағылығыңызды тексеруге болады. Соңғы тапсырма. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай, қандай да бір заңдылықты қолданып, X пен Y-тің орнында қандай сан тұрған екендігін тауып көріңіз. Шамалы ойланып көрейік. Ойланып болсаңыз, өзіңіздің жауабыңызды видеодағы жауаппен салыстырып көріңіз. 1-ге 5-ті қосқанда 6 шыққан, 5-ге 7-ні қосқанда 12 шыққан, 7-ге 6-ны қосқанда 13 шыққан, 6-ға 3-ті қосқанда 9 шыққан. Осы әдісті төмендегі әйнекшелерге қолданамыз. 6-ға 12-ні қосқанда 2 сонда 18-ге тең болады екен. Сол сияқты 43-ке 47-ні қосқанда Y тең болады екен 90-ға. Назар салып көргендеріңізге рахмет. Тапсырма ұнаса, тапсырмалар лайк басып, каналға жазыла кетіңіз.